Түркістан қаласының сот орындаушылары ұйықтап жатыр, сағат 11 болды. Әлі жоқ. Іздеп жатыр. Var mı sonuçta? Telefon var mı? Звонить edeyim sonra. Олар келмейді, звондап шақырмасаңыздар, бұлар көруге беті жоқ. Түркістан қаласының жеке сот орындаушыларын бәрін адам бетіне қарауға, жұмыс орнына келуге беттері жоқ. Іздемей ақ қойыңыздар. 85-33 деген қайсы? Осы ма? 630 44 90. 8700 630 Өздері келуге беті жоқ, телефон нөмірлерін жазып тастап қашқан екен ғой. Бұл жерде адам жоқ қой, жерде шындық қой. Шымкент бәрі, вообще Қазақстан бойынша екен ғой. Түркістан жеке сот орындаушылар, іздесең таппайтын нөмірлер. Ағайбекова деп жазып тұрып, тағы ана жігіт айтады. Қазір істемейді бұл жерде ол дейді, Шымкентке қосып кеткен деп қой. Ауса салады бұлар, оңай, кете салады, келе салады, оңай олар үшін. Сен анық кәдімгі нелер осылар десең, мошенниктердің. Мошенниктердің біреуі осылар. Ақшаны алып алып қашады, жұмыс істемейді, кім ауыз бастырып береді, заңды түрде орындалмайды, жатады сөйтіп. Бұлар біздің арыз жазып болмай ма, не біледі? Жазып жатырық, бірақ соны қолға алатын ешкім жоқ. Бәріміз бірге қозғалуымыз керек. Сол жүре береді, кесетін жерімізді кесіп алыңдар деп. Жан жаққа бөлетін да енді бұларда, беретін жерлерін бәріне беріп, үндемеңдер деп. Өйткені жазуын жазбаға атырмыз барлық жерге. Шымкенттің облыстық прокуратурасы да кетті. Біледі қалай қашуын керек. Біледі сол, заңды қалай қашу керек, қалай қою керек, бәрін біледі бұлар. Сол жағын үйренген. Өзінің жұмысы ғой енді сондайға. Сол жұмыс. Іздейтін бәлелер ғой. Өздері қашып кеткен ғой, қайтып іздейді олар. Өздері қашып кеткен. Пара алады да өздері қашып кеткен. Бұлар жеке сот орындаушы болып, біреуді алиментін алып беріп, өз жұмыстарын өздері қалай істейділер? Істей алмайды. Іздеген адамыңыз таптыңыз ба? Ол келмейді енді бұл. Бұл зданияны әшейін здания қылып қойған бұл. Қаяқты сағат 8:30 ма? Кешке дейін жүріңіз сол жерде. Біреу келмейді. Таңғы 6-ға дейін, кешке 6-ға дейін жүріңіз. Таңғы 6-дан кешке 6-ға дейін жүріңіз, 8-ге дейін жүріңіз, келмейді. Жазып қоя салады ол. Жазылып тұра береді. Ол жаза береді. Сіз сол жазуға сеніп жүрсіз ба? Қазірде бұл сот орындаушылардың ешқайсысына сенуге болмайды. Сіз жазуға сеніп жүрсіз ба? Үйіне барсаңыз да таппайсыз оларды. Біз жаңа ақымақпыз, сот орындаушы олар деп. Бұлар жаңа тек қашу жағында. Сағат 11 болып жатыр. Ешқайсысы. Жауапкершілік жоқ бұларда. Ешқайсысы. Ой, шағым жасасаңыз бәрі ауыз бәрі бір бұлардың. Шымкентке жасасаңдар бәрі бір ауыз бастырып бірге алады да жүре береді. Ау? Жүре бересің. Бұлар жаңа бір-бірін байлап алған, ауыз жаласып. Иә, мына кісі 8 жыл, мен 7 жыл, мен қанда 8 жыл, бұл кісіге 9 жыл бойын жатқады да, мен 2010-нан бастап ажыраған. Содан әлі 5 тиын бермей жатыр. Бұлардың бәріне бір шара қолдану керек қой, бетімен жіберіп қоймау керек. Ау? Сонда да Иә. Соны айтады сон. Онда мемлекеттік қылсын, мемлекеттік сот орындаушы болсын. Мемлекеттік сот орындаушы болсын, жеке сот орындаушылар бізге деген сылтауларын айтпасын. Болмаса мемлекеттік болсын. Біз ақымақ емеспіз ғой? Ақымақ болып болдық енді.